Құрметті менің оқырмандарым, бүгін бізде қонақта өзінің қоңыр үнді қобызымен елімізді халықаралық дәрежеде насихаттап жүрген қазақ концертінің солисі, талай байқаулардың лауреаты Ақерке Тәжібаева сіңлім келіп отыр. Ақерке, қош келдің. Қуаныштымын. Бүгін біздің YouTube арнамызға келіп, өзің қоңыр үнді қобызыңмен қазақ жаны қобыз сазы дейді ғой. Осындай салт дәстүрімізді, қобызымызды халықаралық дәрежеде насихаттап жүрсің. Ұлттық салт дәстүрге деген жанашырсың, әрине. Сондықтан да біздің мына YouTube арнамыз халқымыздың салт дәстүрлерін насихаттаймыз. Өте жақсы. Сондықтан да қонаққа шақырып, бүгін екеуміз осы салт дәстүрге байланысты әңгімені өрбітейік деп отырмын. Дұрыс айтасың. Рахмет. Сол өзің мына ұлттық құндылықтарға ұстанымың қазақ халқы салт дәстүрге бай ғой. Соның ішінде қай дәстүрді өзіңе жаңа жақын, соны айта отырсаң. Баршаларыңызға біріншіден сәлеметсіздер ме? Бүгінгі міне сіздің әдемі студияңызға келіп отырмын. Рахмет. Өте жақсы тақырыпты талқылайын деп отырмыз негізінен. Сан алуан оқиғаларды басынан өткеріп, ұлт болып қалыптасып, әлемде теңдесі жоқ, тек өзіне ғана тән салт дәстүрге бай қазақ халқымыз ғой. Өте көп дәстүрлеріміз бар, барлығы да ұнайды десем болады. Енді қазақтың дәстүрлері не деген көп, оның ішінде мына аймақтарға қарай да бөлінеді. Тіпті біз білмейтін қызық дәстүрлер де бар екен. Ұмытылып бара жатқан да дәстүр бар, міне енді солардың арасында маған өте ұнайтын, ол енді құда түсу, және енді өзім ана болғаннан кейін, енді тағы да ана болайын деп жатқаннан кейін, бесікке бөлеу, жаңағы тыштымасы бар ішінде, одан кейін жаңағы қырқынан шығару баланы, кіндік шеше атандыру, жаңағы кіндігін кесу, баланың ат қою, жалпы жаңағы құрсақ шашу тойы дейді. Осы ана мен балаға байланысты өте көп керемет дәстүрлеріміз, салттарымыз бар. Жаңағы тұсаукесер рәсімі өте қатты ұнайды өзіме. Енді одан ары кететін болсақ, ұлдарымыз жаңағы мұсылман болған кезінде сүндет той өте керемет. Енді ойлаймын, әр елдің өзінің бір ерекше дәстүрлері бар, ал біздің салт дәстүріміз өте бай. Халқымыз соған қарағанда осы маған дәстүрлер ұнайды. Дәстүрлер ұнайды екен, өзіңде ауыр аяқ екенсің көріп отырым. Қазақ халқының дәстүрінде босанғанға дейін жарыс қазан деген дәстүріміз бар, құрсақ шашу деген дәстүріміз бар. Босанғаннан кейін қырқынан шығару, ат қою, бесік той деген көптеген дәстүрлеріміз бар. Соларды өзің ұстанып жүрсіңдер ғой. Құрсақ шашу жасадың ба? Енді жарыс қазанды жасадың, босанатын кезіңде біз барып. Мен бірінші баламда жасадым. Енді екіншісінде Құдай қаласа бұйырса жасаймын деген ойдамын. Одан кейін жаңағы қызымның барлық әдет ғұрыпқа, салт дәстүрге байланысты барлық ырымдарын жасадық. Жаңағы туғаннан бастап, одан кейін қырқынан шығару болсын. Енді жаңағы шарананы шайқау деген бар, көбісі білмей жатады. Жаңағы қырқынан шығарған кезде суға күмістерді, алтындарды, тиындарды қойып, оны алдын ала келінге береді ғой негізі. Босанбай жатып, одан кейін босанғаннан кейін қыздың жаңағы баласы дүниеге келген кезде, суға шомылар кезде сол жаңағы нелерді, 40 қасық суға соны қойып, шайқап, әйелдер соны алып, ырымдап жатады. Ішіндегі күмістей баланың жолы ашық болсын, жарқырап күмістей. Бесікке салудың өзі қандай керемет, мен ойлаймын. Жаңа үстіне 7 түрлі, біреулер 9 деп жатады, біреулер 7 түрлі жаңа зат жабады дейді үстіне. Мысалы, әкесінің киімі болсын, қыздың жаңағы өмірін бақытты болсын, бай болсын, молшылықта өмір сүрсін деген ниетпен үстіне жаңағы мата болсын, әдемі жаңағы киім болсын, камзол болсын, үстіне жауып жатамыз. Одан кейін жаңағы алып қашып, бесікті алып қашып, артынан қуалап жүріп, кәдесін сұрайтын бар. Соқтан өте көп ырымдар, жаңағы дәстүрлер бар осыған байланысты. Бесікке үкі тағып қоямыз деген сияқты, тыштыма жасаймыз деп. Қырқынан шығарған кезде есіңде болсын, баланың
сүт тырнағы деп айтады, тағы да қарын шашы дейді, соның бәрін тастамаймыз, оны тұмар шағып жасап бесігіне іліп қоясың. Солардың бәрін енді салт дәстүрді жақсы біліп отыр. Ақерке сіңлім, әрине сен босанған кезде жарыс қазан жасаймыз. Тез босану үшін әйелдердің, енді пысық әйелдер ауылдың босанатын кезде, толғатып жатқан кезде жарыс қазанды деп қазанға қыстың сүрісін асып, сол ет пысқанша анау босана қойсын деген тілегі ғой. Сондықтан тезірек сол жарыс қазанды да ұйымдастырайық, тез босанып, қол аяғыңды. Әрине. Қазір мынандай заманда өте қызық деп ойлаймын. Сол дәстүрдің бәрін білсе, екеуміз осылай айту арқылы мына YouTube каналдағы оқырмандарымыз жарыс қазанның қандай екендігін, жаңағыдай 40-нан шығарылымда талай дәстүрін айтып тастадың. Сол сияқты осындай дәстүрлерді айта отырсақ керемет. Мысалы, табалдырық аттау дегенді көбісі түсіне қоймайды. Келін табалдырықтан аттайды деп ойлайды. Негізі ол құдалар келген кезде, қыз жаққа келген кезінде, қыздың жеңгелері құдаларды кіргізбей тұрып, білесіз ғой, табалдырық таудан да биік, жаңағы жеңгенің жолы одан да жоғары деп жаңағы кәде сұрайды ғой, кіргізбей тұрып. Ол да бір қызық. Одан кейін жаңағы қызды ұзатып барып келе жатқан кезінде де көрші ауылдың әйелдері түйенің жаңағы ұстап алып, алдына арқанды тұтып өткізбей, одан да кәде сұрайтын. Осы салт дәстүрде маған өзіме ұнайды. Себебі енді бір ғана жаңа жұрт қуанбайды, бұл жерде көрші елдер, көрші ауылдарда қуанып, өз кәдесін алып жатады. Жаңа Тыштыманың өзінде енді содан бауырсақ компьютерім шықты деген, сол балалар бәрі таласады ғой соған. Тіпті 40 қасық судың ішіндегі теңгелерге де таласып алады. Ырымдайды ғой, қазақ халқы ырымшыл. Осы ырымдардың ішінде қай ырымдарды өзің сенесің, өміріңде қандай ырымдарға сенгенде ұстанғандарың болды? Ол да қызықты айтып отырайық. Қазақ халқында ырым өте көп қой енді. Тыйым салынатындар да бар. Оның өзі бірнеше нелерге бөлінеді, бөлімдерге де. Мына гигиеналық жағынан болсын, жаңағы тісіңді тістеме, бас киімді айналдырма деген сияқты. Немесе экологиялық жағынан да бар. Жаңа жалғыз ағашты жұлма, жалғыз шөпті жұлма деп жатады, баспа деп жатады. Балаға арналған ағын суға дәрет сындырма деп жатады. Баланың өзіне айтылатын есікті керме деп жатады. Жағың таянба дейді. Одан кейін жаңағы балаға да айтатын бар ғой, отпен ойнама дейді. Ол тәрбиелік мәні қандай жақсы. Бір жағынан сақтандыру, бір жағынан ескертулер, ата-бабаларымыздың өмір тәжірибелері мен өмір мысалдары. Бізге қалдырып кеткен немнелер ғой. Заман ағымына сай кейбіреулер оған қарамай жатады. Оның біразы, мысалы, мен кішкентайымнан естидім. Этнографтар айтады екен, немнені ырым тиымдарды біле тұрып ұстанбасаң, бұл өте қауіпті жағдайларға әкеледі деп айтады екен. Расында да сондықтан ұстану керек, оны білгеннен кейін. Мүмкін енді барлық ырымдарға қатты қарай беретін болсаң, онда өмір сүру өте қиын болып кетеді әрине. Дүние таным осылай бірақ қалыптасады ғой, адам туғаннан ең соңғы жер қойнына тапсырылғанға дейінгі бүкіл өмір салты бір үлкен философия, еше үлкен танымның барлығы осы салт дәстүрлері алқып келеді екен. Мен айтайын дегенім, қазір енді баяғыдан естіп жатамыз, аталарымыз, әжелеріміз айтып жатады, жаңағы құрсақтана болашақ ана шашын қимау керек деп. Баланың жаңағы екіқабат әйелдерге байланысты ырым тиымдар тағы толып жатыр. Әйелдерге қатысты ырым тиымдар, балаларға қатысты ырым тиымдар, малға қатысты ырым тиымдар, ем-домға байланысты ырым тиымдар, табиғатқа байланысты ырым тиымдар деп өстіп бөлінеді. Соның ішінде міне әйелдерге қатысты ырым тиымдарды айтып өтейік. Екіқабат әйелдер шашын кеспеу, шашын қырқуға болмайды дейді. Одан кейін арқанды аттамау керек, баланың кіндігі мойнына оралып қалады деп жатады. Кейініректе естіп жүргенім, жаңағы былай қарай сағат бойынша сипалауға болмайды, кіндік оралып қалады дейді. Сондай ырымдар шығыпты, білмеймін. Ол жаңа заман, сағат стрелкасы деген ол жаңа замандікі. Сипалауға болмайды, ол бала, мен бірнеше адамдардың естідім осы жақында. Айтып, ондай бар ма екен деп қоям енді. Шаш жимау керек, киімдерін бет алды қысқартпау керек. Негізі ана айтады, бала кемтар болып қалады, баланың болашағы жарық болмайды деп, тіл алғыш болмайды деген сияқты көп енді тиым ғой бәрі расында да. Жаңа салт дәстүрге де байланысты ғой, әр елдің салты басқа, иттері
қарағасқа дейді. Мысалы жаңа салт дәстүрдің өзінде де мен бір аймақтарда келінді терезеден кіргізетінді көріп жүрміз. Инстаграмнан болсын, желілерден, әлеуметтік. Мысалы мен оны естімеппін, кейінірек білдім. Соған қарағанда ырымдары көп қой, жан жақта аймақтарға қарап та бөлінетін шығар. Сондай. Бірақ енді оның барлығын ұстана бермесек те, кейбір мағынасы бар, бүгінге дейін жетіп отырған тәрбиелік маңызы бар бір ырымдарға сенеміз ғой енді. Негізі өзім ұстанамыз енді. Жаңағы үлкен кісінің алдынан өтпеу. Шынымда да мен көп бір жерлерде келе жатсам, алдында үлкен кісіні көріп қалсам, мен тосып тұрамын сол кісінің өтіп кеткенін. Ол батасын береді, сосын сондай құрметтеген сезімде боламын. Елдің алдынан кесіп кектеп өтпе деп айтып отырады ғой. Одан кейін енді қандай тағы да бар. Өзің сахнада жүрсің ғой, сахнада жүрген кезде ана тіл көз сақтасын деп әшекей бұйымдарды тағып жүресің бе? Әшекей бұйымдардың қасиеттерін қалай білесің бе? Негізі мен 3 жасымнан бастап ән айтамын, өнерге жақын болып өстім. Қонаққа де сұраймыз. Құрметті оқырмандарым, соңында Ақеркенің тамаша қобызынды қоңыр үнді қобызынан басқа әнін де тыңдайтын боламыз. Басқа жағынан десеңші. Басқа қырында көретін боламыз. Сөйтіп 5 жасымнан бастап негізі өнердің табалдырығын аттаған болатынмын. Сен тек қана өнер дегенде көп нәрсе кіреді ғой. Сахнаға алға шыққаным 5 жастан болатын, ән айтып шыққан болатынмын. Сол кезінде анам қазақша киім кигізіп, ұлттық киімді кигізіп, көзмоншақ тағатын. Енді шынымды айтсам, талай концерттерде, талай сахнада өнер көрсеткенімде сол әшекей бұйымдарым пыртылдап сынып, көз моншақтарым атылып, моншақтарым үзіліп жерге төгіліп жататын. Тілге соған түсті деген сөз. Мүмкін соған түскен болар. Өзіңе түспей жақсы ғой. Одан кейін кейін керек, енді мен ойлаймын, қазіргі кезде сахнадамыз, әртүрлі ұлттық киімдер киеміз, әдемі қазір неше түрлі дизайнерлер шықты, сондай көздің жауын алдаратындай, әдемі жылтырап тұратындай, тастармен көмкерілген, сәукеле болсын, тастардың қандай қасиеті бар демейсің бе? Соны не үшін киеміз, мен ойлаймын, сол тастардың қасиеті сақтап қалып отыр сенің. Сақтап қалу мүмкін көпшілік қауымның көзі сол дәл сол әдемі ұлттық киімге, бұйымға тиетін шығар деп ойлаймын. Дегенмен де енді қазақпыз ғой, ырымшылмыз, жаңаға түйреуіш тағып қоям, әдетім бар, киімнің ішінен түйреуіш тағып қоям. Қазақтың дәстүрінде бар ғой, әшекей бұйымдар тіл көзден сақтайтын қасиеті бар, тұмашалар тағу, тұмарлар тағу, өңір әшекейлерін тағу. Жалпы балаға көп көз тиеді дейді. Сондықтан балаға көбісі күйе жағып қояды, маңдайына үкі тағып қояды, басқа да ырымдар жасайды ғой. Сондықтан енді шынымен де мен ойлаймын, көз деген бар, ол адамның көз жанары өте ауыр, егер қатты көз тиіп жатса, сырқаттанып ауырып қалуға да болады, тіпті өліп кететіндер де бар. Сондықтан ол бейжай қарамау керек деп ойлаймын. Өзінде сақтансаң Құдай сақтайды ғой енді, әрине. Алла тағала бірінші сол Алла сақтаса, екінші өзіңде бір жаңағыдай ырымдап па, тағып қойған дұрыс па деп ойлаймын. Енді көзмоншақтар. Жоқ, жаңағы не дейді? Түйреуіш сақтамаса да, енді ол ырымның бір түрі деп ойлаймын. Жоқ, ол сақтайды деп сенуге болады, сенімге байланысты. Ол ата-бабалардың бізге қалдырған бір Аллаға сенеміз ғой енді. Олар да бір жағынан қосымша рөл. Жаңағы сіздің енді ырымдарыңызға енді есіме келіп жатыр да, сөйлесе отырып әңгіме өрбіп жатыр, дұрыс айтасың. Маған да көптеген сұрақтар ойыма түсіп жатыр. Соның ішінде мына мысалы кішкентай бала қонаққа келгенде дейді, құр қол жібермейді дейді ғой. Неліктен ол бала сол үйден жаңағы ренжіп шықса, сондай неменесі болады дейді, ызғары тиеді дейді. Бала ренжіп шықса, құр қол қайтса дейді, сол үйдің берекесі кетеді, бақ кетеді дейді, төрден бақыт кетеді дейді, дәм кетеді дейді. Сондықтан баланы, кішкентайны қазіргі кезде білесіз ғой, өзіңіз кәмпит пішінән берсе де, ақша берсе де қуантып жібереміз. Сүйіншілеп келген адамдарға кәде беру деген салт сияқты балалар үйге жақсылыққа, балалардың келіп кетуінің өзі бір жақсылық деп есептейді.
Одан кейін мынау қонаққа келген кезде, мысалы түнеп кететін қонақтарда кейде мал түлеп жатады. Сол кезінде Ақжолтай қонақ деп сол кісіге баяғыда кит кидіріп жіберетін. Енді мен ойлаймын, мынау құтты қонақ келсе қой егіз табады деген осыдан шыққан деп ойлаймын. Қазақтың қонақ жайлығын көрсетіп отыр ғой. Қонақ келсе құт келеді деп бекер. Қонақ келсе қуанады ғой. Қыстан қалған сүресінің бәрін соларға арнайды ғой. Ең көп қонақ шақыратын халықпыз ғой, енді шынымды айтсақ. Жақсылап күтетін де халықпыз. Өзіміздің үйімізде де дастарханға байланысты ырым-тыйымдар, кәделер қаншалықты көп, иә. Мен қарап отырсам, Ақерке сіңілім салт-дәстүрді, ырым-тыйымдарды өте жақсы біледі екен. Енді мына алдымызда тұрған қобыздарға қарап отырып, мен қобыздың үнін әлемге танытып жүрген сіңіліме осы қобыздың қасиетін айта отырайықшы. Бұнда оқырмандарымыз біліп отырсын, қазақ жаны қобыз сазы дейді. Біздің Әдемі компаниясы да қобыздың түрінен шығарып, халыққа ұсынып келе жатырмыз. Өте көп сұранысқа ие. Қазақстанның белгілі суретші мүсіншілері мынандай тамаша қобыздарды халыққа ұсынғанда, ұлттық құндылық дегеніміз. Бұл да кие, әр қазақтың шаңырағында тұруға тиісті елдігімізді, ұлттығымызды көрсететін дүниелер. Ұлттық құндылық деген бар мағына. Ол мағынаға өте көп жаңағы дүниелер кіреді ғой. Соның ішінде ұлттық аспаптарымыз да кіреді. Ұлттық аспаптар, енді шынында да ырым-тыйымдарды айта бермей. Менің осы өмірде 90% деп қояйын, енді үй шаруасынан, басқасынан 90% көптеу болар, енді 60% өнер жолында осы қыл қобызымды, ұлттық құндылығымызды, дәстүрлі музыкамызды дүние жүзіне, әлемге насихаттау арқылы қазақтың музыкасын шақыру, насихаттау ол менің парызым, және осы құндылықты сақтап жүрген, насихаттап жүрген өнерпаздардың бірімін деп айтамын. Дұрыс айтасың. Кішкентайымнан талай байқауларға, әлемдік деңгейдегі фестивальдерге қатысып, осындай біздің киелі аспабымыз бар екен. Осындай екі қылдың ішінен әдемі күйлер төгілетінін, адам даусына ұқсас қоңыр қою дыбысы, қыл шектен төгілген мұңды үні әрбір тыңдаушының жүрегін жаулап алып, оған бір рухани азық беретін аспап ретінде насихаттап келе жатқаныма міне 25 жылдан астап болыпты жыл. Күйеуіңнен бастапсың ғой. Кішкентайынан 25 жыл, өзің жап-жасың 25 жыл болыпты насихаттағаныңа. Кішкентайынан бастадым, сондықтан бұндай құндылықтарымызды сақтап қалу, келер ұрпақтың рухани игілігіне айналдыру біздің және сіздің парызымыз деп ойлаймын. Сондықтан сіздерге рахмет. Осындай қазіргі кезде жастарымызға заманауи бағытта осындай әдемі кәдесыйлар жасап, ұлттық құндылықтарымызды насихаттау, міне сіздер де соған үлес қосып жүрсіздер. Сен қобызбен шертіп насихаттайсың, біз қолмен ұстап көретін қып жасап шығарып отырмыз. Осындай дүниелеріміз көп болсын, себебі біздің жас ұрпақтарымыз білу керек. Қандай аспаптарымыз бар, қандай ою өрнектеріміз бар, қандай өңір әртүрлі аймаққа байланысты тағатын, әртүрлі салт дәстүрге байланысты киетін болсын, тағатын болсын, әшекей бұйымдар болсын, оның тарихы, мазмұнын білу керек. Ал енді соған бір түрткі болып, соған үлкен еңбек атқарып жүрген, ол сіздер сияқты осындай әпке сіңлілеріміздің еңбектері. Сондықтан еңбектеріңізге Алла береке берсін, жаңағы тұтынушыларыңыз көп болсын, осындай біздің қазақтың құндылықтары, әдемі бұйымдары насихаттала берсін. Ақеркеден біз қобыздың қасиетін бәрін тыңдадық. Бүгін бірақ қобызымыз болмай қалды, сондықтан қонақ кәдеге мен ән айтып берсе екен деп қол қалап отырмын. Қонақ кәде жарайды, бастайық. Енді дайындалмай келдім, шынымды айтсам. Енді өзім қобызшы ретінде жаңағы қобызды әлемге танытып жүрген өнерпаздардың бірімін ғой, әнші ретінде емес, бірақ ән айтқым келіп отыр. Әудемейтін қазақ жоқ қой негізі. Тігінде тігетініңді біліп жүрмін мен. Кестен де тігеді, 10 тілде сөйлейтін сіңлім енді мына жерде ән айта алмайды дегенге сенбеймін. Керемет әнін тыңдайық, тамашалаңыздар. Бүгінгі тақырыпқа байланысты әлемде жалпы адам затына ең қымбат ол ана.
Ана десе жаңағы барымызды береміз. Ана деген асыл сөз. Сондықтан да ана туралы әдемі әнді орындап берейін. Есімде болса қазір. Керемет. Өз балаңнан артық бала бар мана, мәз боласың, жарай қаласам шарауаңа. Теңіздерден кешіп өтіп жетпей ме, сағынғанда жан ботасын аруана. Теңіздерден кешіп өтіп жетпей ме, сағынғанда жан ботасын аруанам. Анам, анам, айналайын жан анам, сені сезем мынау барқыт ауадан. Жұлдыздардан сәуле шашқан сол сәуле, сенің нұрлы көкірегіңнен тараған. Жұлдыздардан сәуле шашқан сол сәуле, сенің нұрлы көкірегіңнен тараған. Құрметті оқырмандарым, бүгін біз тамаша сүбелі сұхбат құрдық деп ойлаймын. Ақерке сіңілім, сағанда рахмет. Халқымыздың салт дәстүрлерін, ырым тиымдарын, наным сенімдерін халыққа жеткізе алдық деген ойдамын. Егер сіздерге қызықты болса, менің YouTube арнама жазылыңыздар, тіркеліңіздер, лайк басыңыздар және комментар жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Бахаргүл Төлеген. Назарларыңызға рахмет.